Басындағы жалғыз баспанасынан айырылған бір топ көкшетаулық әділдік іздеп шарқ ұрып жүр. Олар 47 жастағы әйелдің арбауына түсіп қалдық деп отыр. Бірі пәтерін, енді бірі астындағы көлігінен, тіпті сауда жасап отырған дүкенінен айырылған. Нараз топтың айтуынша айлалы келіншек олардың жеке мүлкін банктерге кепілдікке қойғызып, ақшасын қалтасына салып тайып тұрған. Әйелдің қылмысын әшкерете алмай әуре болған жұрт талай құзырлы органдарға шағымданып та пайда таппаған. Жапа шеккендердің бірі Нұрсұлу Арыстанбаева. Ол отбасымен мына үйдің 6-шы қабатында тұрған. Пәтерін сатып аламын деп алдымен банкке кепілдікке қойғызып ақшасын алған. Ләззат есімді келіншекті кейіннен ол таппай қалған. Қарызы өтелмеген соң банк сотқа беріп, сот орындаушылары үйінен қуып шығыпты. Осындай жолмен жалғыз баспанасынан айырылған ол жалғыз емес. Дәл мен білетіндердің бәрі 5 миллионнан ақша берген мінеке, мысалы, кіметі мынаудай үйін берді, мынаудай үйін берді, мен де бәріміз үй бердік, машина бердік, даже магазиннен айырылған адамдар бар. Бұл жалғыз бұл қатынның өзі емес деп отырған. Просто біздің бұл жерде бір шыңғырып айғайлап кеп тұрғанымыз, бұл УВД-ға жаздық, прокуратураға жаздық, ешқайсысы. Алдауына түскен адамдар әлгі әйелдің таныстары ғана емес, үй сатам деп жарнама бергендер де бар. Тіпті кейбіреуін уақытша кепілдікке қойсаң үйіңді сатып алам деп те алдапты. Қарызға белшеден батқан кезде ақшаңды алғың келсе, көлігін де кепілдікке қоюын сұраған. Сөйтіп екінші рет алдаған. Бұл жағдай 7-8 жылға ұласып келеді екен. Сабылып жүрген жұрттың арасында осыдан 4 ай бұрын зардап шеккен адамда бар. Яғни бұл әрекет жалғасып келеді деген сөз. Және де ашулы топтың айтуынша ол бұл іске әпкесін және інісін тартқан. Әбден қарызын қайтара алмай шаршаған жұрттың қолында міне мынадай ләззат берген қолхат та бар. Онда 35 мың ақш долларын 2015 жылы қайтаратыны жазылған. Амалы құрыған тұрғындар оны Красноярдағы үйіне талай іздеп барып, құралақанға айтып жүр. Әрбір кездескен сайын бет бақтырмайтын әйел төбелеске дейін барады екен. Осы жолда қарызын қайтаруын өтініп келген жұрттың жағасына жармасып, айғайға басты. Управление полиции города Көкшетау. Көкшетау қалалық полиция басқармасының тергеу бөлімінде қылмыстық кодекстің 177 бабы, яғни алаяқтық бойынша қылмыстық іс қарастырылып жатыр. Бұл тұрғындардың ұжымдық шағымы бойынша қозғалған. Қосымша тергеу жүргізіледі. Зардап шегушілер тергеу органдарына келіп, жағдайды анықтауына болады. Барынан айырылып, баспана жалдап жүрген тұрғындардың кейбірі сотқа шағымданып көрген. Бірақ алдады деген әйелдің атында тіркелген бірде-бір мүлік жоқ болып шыққан. Айзат Тұрғынбекқызы, Виктор Полянный, КТК, Көкшетау.